Assalamu alaikum. Kırgız elim, Жалат облысының тұрғындары. Бұл жол Ош-Бишкек жолы. Бұл жақтан Оштан Бишкекке қарап кеткен жол. Біз сіздерге бүгін бір жақсы жаш балдар үшін есалған бір жайды көрсетеміз деп шештік. Шәріпбай ата Esалы Борборы дейді. Қараңыздар, селкенчекті. Өте чоң селкенчек, жаш балдардың қуанып ойнады. Бұл жерде балмұздақтар бар екен, су сатқан жерлер бар екен. Ішінде біраз обзор қыламыз. Мына жерде парковкалар да бар. Бұл жақта парковкасы бар екен. Шебен төгіп, тегіздеп өте соның қылып қойды. Шәріпбай ата Esалы Борборы парк екен. Бұл жақта тамағаш заказ берсеңіздер де болады екен. Бұл жерде бір сөрлер бар екен. Салқын сөрлер. Талдардың түгінде. Сусындық балаларға шарлар, майда шүлдері сатылады екен. Бұл жерде самса көрсетіп қойылық кеңірек. Бұл жерде мұна самса, пицца, чебурашка, блинчик шындай заказ берсе болады екен. Тамағаш гамбургер сатқан жерлер де бар екен. Бұл жерде балмұздақ. Балмұздақтың түрлері бар екен. Бұл жерде балмұздақ жеп отырсаңыздар болады екен. Мына жерде фанта мына, өте сон. Мен жаңа айтып өтіп кеткендей, жерде тамақ заказ берсеңіздер болады екен. Мына сөрлер бар екен. Бұл жерде балмұздақ жесеңіздер болады. Мына салқын жерде бассейн ошаған жер, өте соның жерлер бар екен. Бұл жерде балмұздақ жесеңіз, самса жесеңіздер болады екен. Өте қоз жерлер екен. Бұл жаққа келе тұрамызық, мына жаш балдардың бір шағыр ешіріп қойған, жаш балдар шығып ойнаса деле болады. Мынада кішкентай бір машиналар бар екен. Жаш балдар отырғызып алып, өздері ойнатып жатқан айландырып. Қараңыздар келіп, бұл жерге келіп ойнатсаңыздар болады. Өте сон жер екен. Салқын, ыстық өтпейді балаларға. Ең шетінде бір селкенчек бар екен, тоғылық. Айлампа деп қойды. Айлампа жерлер бар екен. Бер жағында поездар бар екен. Мына аздаған кеңірек обзор қыламыз. Мына жерде шар атса болады екен. Шарлар ешіп ұшыл жер қойып қойды. Ошын өзі инелерменен атып жарса приздері береді екен. Мына жерге жаш балдар керінген бассейндер бар екен. Бұл жерде кененірек көрсетіп кетелі. Мына лестницаның нар жағынан шығыстар, тепкісін. Мына жерге түшіп, жаш балдар керініп, чөк бөйді. Баландары менен мына жерден түшіп, қайрат шығып кетеді. Жаш балдар үшін өте ыңғайлы шарттар түзіп қойышты. Мына жерде поездар бар екен. Поездар обычный мотормен іштеген, машина сияқты өлі. Жаш балдарды шығарып тұрып, шуанын асфальт жолдарды өз айлампа бар екен, мына жаңа күрк. Ошы айлантырып, шул жерде тегерентеді екен. Мына пойыз шопыры шул жерде отырады. Жаш балдар мынаға шығарып, ешкінің жауып, қауіпсіз екен, жақсы. Мына қадемгі дейлі мотормен іштейді екен. Мотордан жасашыпты. Жаңа біз айтқанда мына селкенчек айлампа. Ең шетінде шул екен. Бұл жақтан шығып, айрантып, шул жерден жүріп қойды. Енді бір жерді көрсете кетейін сіздерге. Ең мәнілісі, илгері біз сайыз уағында бір ойнаған елек бұл ойындарды. Бұнда машиналар біз менген елек, кенекейізді. Осыны көрсете кетейін сіздерге. Мына автоунаны көрдіңіздер бі? Бұл автоунаны минеп, әрбір инсан чоңділі, кішінесіділі минсе болады екен. Ешқандай қауіпті емес. Шетінде баллондармен тосылған айланасы бары. Бұл темірді ұрып албайсыз. Мына жерде де баллон менен, резина менен тосылған.
Kolunga tiyet, kayra kaytat. Hiç kандай koopsuz neresi yok. Жаратпай сіздерге. Мына машинаның түрлері бар екен. Ilgari bir sayız болғанда шундай нерсе отырушы едік. Қазір көп жерде эле bunday нерсе жоқ. Бұл жерде де соның бір ыңғайлы шарттарымен түзіп қойышты. Салқын, отыруштар да бар. Ата-енелер қарап отырып тұрса деле болады, ес алып. Мына жерде отыруштар бар қан. Бір таштанды таштарған бір ящиктер деле бар екен. Hazır adres ayta ketебиз. Толық маалымат кылып. Адрес айта кетели сіздерге. Ош Бишкек жолу. Жана айткандай эле. Бул жактан Бишкектен келесиздер. Сузактын Кургойу бар. Сузак Кургойу деп коет, баары билет. Ушу Бишкек жактан түшүп, чоң Кургой бул жакта да. Ошол айлампадан солго бурулсаңыздар, Жаллатка кирип кетесиздер. Жанагы арка, чоң арка бар. Ал жака өтпөйсүздөр. Оңго кирсеңиздер, Бишкектен келетканда, айлампадан оң жака кирсеңиздер, Сузакка кирип кетесиздер. Ошол эч жака бурулбастай эле айлампадан Бишкек жактан келет, о айлампадан өтүп эле түз келе берсеңиздер, сол жаңызда бир айтканда бир 2 километрден кийин ошол мына Шарипбай ата эс алуу борбору. Сол жагыңыздарда болот. Сол жээгинде. Бул жака бираз 1 километрге жетпей эле жүрсөңүздөр, светофор келет. Бул жер Ырыстын 4 көчөсү деп аталат. Ушул адрес. Келип, балдарыңыздарды эс алдырып, кубантырып, ойнотуп кетиңиздер.